мүмкіндік. Бірінші бөлім. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл оқиға бұрын студент кезімде болған. Мектепті бітіріп студент атандық. Мен алғаш қалаға келгенде құрбым Әлиямен таныстым. Тіпті оның анасы мен менің анам танысып, бірге айырылмас құрбы болып кеттік. Екеуміз бір пәтерді жалдап тұрдық. Бір-біріміздің киімдерімізді киетінбіз. Тіпті бір үзім нанды бөлісіп жейтінбіз. Бір күні сыныптас бала звондап паркке шақырды. Мен оған құрбы қыздарымен таныстырамын деп уәде беріп қойдым. Содан түске таман бір топ қыздар болып бардық. Таныстырдым. Әңгімелесіп отырып, уақыттың қалай өткенін де білмей қалдық. Олармен қоштасып, Әлия екеуміз аялдамаға келдік. Біз қайтатын маршруттың номерін қарамай сұрамай мініп алғанымызды кеш білдік. Қырсыққанда ол маршрут кері қарай жүрді. Екеуміз қаланы әлі жақсы білмейміз. Отырмыз, көзіміз бақырайып. Маршруттан түсіп қайта міндік. Солай жүргенде қараңғы түсіп кетті. Тұрмыз қол ұстасып. Сол кезде таксимен қайту деген ойға келмеген еді. Маршрут келеді деген үмітіміз өшпеген. Үміттеніп тұрғанымызда жанымызға бір қара меріз келіп тоқтады. Ақырын терезесін ашты. Таныс бейне. Алдында бізбен бірге бір пәтерде тұрған қыз жігітімен отыр екен. Қуанып кеттік. Ол да көлігінен түсіп, бізбен жағдай сұрасып, амандасып тұр. Сол көлікпен үйге жетіп алудың орнына туған күн кешіне кете бардық. Бұл біздің бірінші мүмкіндікті жіберіп алуымыз еді. Туған күн кешіне барсақ, отырыстары әлі бітпеген еді. Біздің келгенімізді жігіттер жақтырмады. Біз отырыс жаққа емес, дереу ұйықтайтын бөлмеге кіріп алдық. Әбден шаршағанбыз. Отырысқа неге қатыспайды, қатыспаса неге келді деген әңгімелер айтылып жатты. Аядай үй, бізге бәрі естіліп жатыр. Біз әбден шаршағанбыз, қарнымыз да ашқан, әрі ашулымыз. Ақшамыз да таусылуға айналған. Айдың аяғы, ақша таусылатын кез. Ол кезде Каспий Голд жоқ. Ақшаны қалаға қатынайтын автобустардан беріп жібереді. Болмаса таныс адамдардан салып жібереді. Біз үндемей жатырмыз. Туған күн кешінде тағы бір қыз бар екен. Біз танитын. Үшеуміз бір ауылданбыз, бірақ факультетіміз басқа. Бұрын бір пәтерде тұрғанбыз ол қызбен. Сол қыз әлгі жігіттермен қосылып бізді жамандап отыр. Бізге бәрі естіліп отыр. Даланың адамдары ғой жабайы. Не қыласыңдар оларды деп жамандап отыр. Мен қызуқандымын, ашуланып өзімді зорға басып отырмын. Жанымда Әлия қоя сал таңға дейін шыдайық деп басып отыр. Таңға дейін шыдайық дегенбіз. Давай адам санын көбейтіп не істейміз? Қатыспаса үйден қуып шығайық деді жігіттердің біреуі. Анық естілген соң менің басым қаныма шапты. Мына сөзден кейін тыныш жата алмай, есіктің алдына қалай келіп, қалай аяқ киімімді кигенімді өзімде түсінбей қалдым. Бар даусыммен, Әлия, сен осы жерде қал, немесе менімен жүр, мен қалмаймын дедім. Әлия болса сол басу сөздерін айтып жұбатып тұр. Менің кері шегінер ойым жоқ. Есіктен шығып, баспалдақтан түсіп келемін. Артымнан Әлия да ілесіп шықты. Шығуын шығып алып, қалай қарай жүрерімізді білмедік. Шамалысы қаланың орталығы емес, шеткі ауданы болуы керек. Ашумен өзімнің өмірімді ғана емес, құрбымның да өмірін құта жасаған түн еді. Екеуміз шығуын шығып алып,
қалай қарай жүрерімізді білмей басымыз салбырап келеміз. Ішімнен ертең жатақханаға барайын, көрсетемін мен ол қызға деп тысқайрап келемін. Уақыт түннің бір уағы болып қалған. Бір кезде бір топ орысша сөйлеген жігіттердің дыбысы шықты. Түнде дауыс анық естілді. Ох, девушки дегенде екеуміз де жалт қарадық. Жан-жағымызға қарамай қаштық. Біреуі тоқта деп ысқырып, қалғандары артынан ілесіп келеді. Жаңа ғана батырсынып келе жатқан менде жан жоқ. Алды-артыма қарамай қаштым. Жай табан аяқ киім киіп алғанмын. Әлия болса биіктеу аяқ киім киіп алған. Ол менен қалып қоя береді. Оның қолынан тартып ұстап жүгіріп бір подъезге кіріп кеттік. Жоғары көтерілдік. Адамға жан керек екен. Жүгіргенде алдымызға жан салмадық. Өкпемізді баса алмай, не күлерімізді, не жыларымызды білмей тұрмыз. Жалғасы бар.